Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін карамельный медовиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, сары май, бал, сода және ұн керек болады. Осындай ыдысқа бал, сары май және қантты салып араластырамыз. Ыдыстың оты орташа отта тұру керек және қанты еріген кезде сода салып араластырамыз. Сода салғаннан кейін мөлшері 2 есе үлкейеді, немесе 3 есе. Содан кейін ақырында басылады. Осындай карамельный светке енеді. Содан кейін басқа ыдысқа құйып алып араластырамыз. Және жұмыртқаны бір-бірден салып араластырамыз. Ең бастысы бұл жерде жұмыртқа пісіп кетпеу керек, сондықтан тездетіп араластырғандарыңыз жөн болады. Одан кейін ұн салып араластырамыз. Ұнды шетінен қосып отыруымыз керек. Барлық құрамын описаниеге жазып кетемін. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қойып сұрасаңыздар болады. Енді тесто илейміз. Міне осындай тесто шығады. Бұны пищевая пленкаға қойып, холодильникке 1 сағатқа, 2 сағатқа жібереміз. Тесто полностью демалу керек. Холодильниктен шыққан тестоны осындай колбаска ретінде жасап аламыз. Содан кейін оны 2-ге бөлеміз. Бұл тестодан 13-14 корж шығуы керек. Бәрін кесіп аламыз. Бәрін бірдей бөлікке кесіп алғаннан кейін тестоны жая бастаймыз. Менде кольцоның диаметрі 21. Демалған тесто жаю барысында жабыспауы керек. Егер жабысып жатқан жағдайда оны қолдансаңыздар болады. Артық жерлерін бірден алып тастаймыз. Артынан бәрін қосып жайып пісіріп алсаңыздар болады. Оны біз бетіне сепкенге қолданамыз. Осылай вилкамен тесіп аламыз. Пісіру барысында ол көтеріліп кетпеу үшін. Духовкада 180 градуста 10-15 минуттай пісіреміз. Енді крем үшін варенка, сары май және қаймақ керек болады. Қаймақтың майлылығы міндетті түрде 20% болу керек. Енді барлығын осылай миксерлейміз. Артынан қаймақ қосамыз. Және жақсылап тұрып, миксерлеп араластырамыз. Міне крем осындай болуы керек. Енді тортымызды жинаймыз. Әрбір коржға кремді үнемдемей, 2-3 лопатка осылай жағып шығамыз. Кем молымен болу керек. Менде 14 корж шыққанымен біреуі артылып қалды. Осылай кольцомызды алып тастаймыз және беткі жағына да кремді жағатын боламыз. Осылай бетіне крошка сеуіп шығамыз. Мен алдын ала блендерден өткізіп алған болатынмын. Дайын болған медовик холодильникте 2 сағаттай тұру керек. Өйткені кремі толықтай өзіне сіңуі керек. Мінекей біздің карамельный медовик деген тортымыз дайын болды. Кескен кезде осындай әдемі болады және торттың өзі биік болады. Барлықтарыңызға ас болсын.